Қайырлы күн, құрметті менің алтынды қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздермен рецепттерден шамалы дем алып, қазіргі уақытта алтын күз мерекесіне орай жасаған қолөнерімді бөлісейін деп тұрмын. Жасау жолы өте оңай, жеңіл. Сіздер де балдарыңызға, қыздарыңызға мерекеге жасап берсеңіздер болады. Өзім бәрібірде өз қолыммен жасағанға ештеңе жетпейді. Жасау жолы өте жеңіл. Сіздерге бір идея болсын деп жасаған болатынмын. Бізге керек заттар осы заттар. Көріп тұрғандарыңыздай, сіздер оның орнына басқа заттарға ауыстыруларыңызға да болады. Жемістерге ма болмаса. Осылайша қызымның балабақшасына арналған поделка дайындайтын боламын. Ал сіздер бағасын бере кетіңіздер. Әрбір жазылған комментария, лайк менің қолдауыма өте үлкен үлесін қосады. Сондықтан барынша өз ойларыңызбен бөлісіп кетулеріңіз сұраймын. Сіздерде де мектептерде күзгі бал басталып жатыр ма? Алдағы уақытта мен тағы да оңай, жеңіл поделка түрлерін салатын боламын. Өздеріңіз тамашалап, бағаларын беретін боласыздар. Мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да оңай поделка түрлерін салатын боламын. Мен өзім поделка жасап, осылай қолөнермен айналысатынмын. Балдарым кішкентай болғаннан кейін шамалы қойғанмын жасауды. Қазір жаймен қолөнерді қайта қолға алып, тағы да жасап бастаған жайым бар. Баға бере кетіңіздер.